Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Аида Ғалымқызы келеді деп күтілуде. Сондай-ақ кітап көрме жәрмеңкесінен министрліктің арнайы павильоны тамашалап аласыздар. Бұл жерде мемлекеттік тапсырыс, стратегиялық серіктестік арқылы шыққан кітаптардың көрмесі, түрлі таныстырылымдар, креативті индустрия бағытындағы шаралар ұйымдастырылатын болады. Баршаңызды кітап көрмесінің ашылуымен құттықтай отырып, жемісті әрі нәтижелі жұмыс тілейміз. Рахмет. Түркия Мәдениет және туризм министрлігінің кітап істері бойынша бас директорының орынбасары Әбділ Мәмет Таш мырзаға берілді. The floor is given to the Deputy Director General of the Ministry of Culture and Tourism of Turkey, Mr. Abdülsamet Taş. Kıymetli bakanlık temsilcileri, yayıncılık sektörünün değerli temsilcileri, kıymetli akademisyenlerimiz, illüstratörlerimiz, yazarlarımız, değerli misafirler, bugün burada Atayurdu'muzda, Anavatanımızda, Anadolu'nun mayalandığı topraklarda, Türkistan'da bulunmaktan son derece bahtiyarız. Sala, komandiyelere, çalışışlar, alımlar, kelime konuklar, barşanızda sәлемдер. Biz bugün Қазақстанға ата жұртымызға, ана жұртымыздан үлкен сәлем келіп, біздің түрлердің шыққан топырағынан келіп тұрмыз. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kütüphane Yayınları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yurt satında ve uluslararası birçok yatırım sağlıyoruz. Бүгінгі басталып жатқан 9-ші рет өткелі отырған халықаралық кітап жәрмеңке көрмесіне қош келдіңіздер. Бұның біздің отанымыздың жүрегі, тәуелсіз Қазақстанның астанасында өтіп жатуы Біздің